университетінің түріктану, алтайтану ғылыми зерттеу институтының директоры, тарих ғылымының кандидаты, филология ғылымының докторы, зерттеуші профессор, Түркиядағы Кемел Ататүрік атындағы Түрік тарих академиясының толық мүшесі Қаржаубай Сартқожаұлы. Аға, студиямызға қош келдіңіз. Рахмет. Жақсы, енді тағы бір көрерменге керек, енді қоғам үшін бір сұрақ қойып сөзіңізді бөлейін, енді айып етпеңіз. Мына бізде енді қазір және Шыңғысхан мәселесін қазір қатты қозғайтты. Шыңғысханды қазақ қыла алмай қырылып жатырмыз. Кейбір тарап айтады, Шыңғысханды қазақ деген қылғаннан гөрі қазақты моңғол қыла салған оңай. Не болмаса Шыңғысханды ортақ түркі жұрты қылайық дейді. Мен бұл туралы не айтасыз? Шыңғысхан қазақ болғандан біз өзі не ұтамыз? Шыңғысханның дініне қатысты да мысалы дау көп, тегі белгілі болған. Бұл осы бір көрерменге сол қажетті не үшін бір осында бір толғап өттіңізші бір. Шыңғысханды қазақ болдырғаннан біз ешнәрсе ұтпаймыз. Ұтатын нәрсеміз жоқ. Бірақ тарихты дұрыс жазып кетуіміз керек. Шыңғысханның ата бабасын шыққан тайпасы қияттар. Қият дегенің бүгін Қызылордада отыр. Қалың қият отыр. Қият дегеніңіз бүгін мына Өзбекстанның қарақалпақтары. Бір кездегі Парпия, Александр кімнің Македонскийдің салған қаласының орнында осыдан отыр қазір. Қияттар, қалың қият отыр. Арғы тегі осы қияттардан. Оны тарихта жазылған.